Добрый день, Қайырлы уважаемые күн, зрители. құрметті көрермендер. Қазіргі уақытта басшылық ең жақсы қолжетімді технология бюросында бейресми кездесу өткізеді. Сондай ең қолжетімді технологиялар бар әзірленген анықтамалықтардың басшылары сіздерді қызықтырған сұрақтарға жауап беретін болады. Анықтамалықтың әзірлеу кезінде басқа елдердің тәжірибесі ескерілді ме? Анықтамалық қай жерде қолданылады? Шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі энергетикалық тиімділік ең үздік қолжетімді техника бойынша осы анықтамалық төмен көміртекті экономиканы дамыту үшін Қазақстан мен Орталық Азияда жасыл экономиканы қолдау жобасы шеңберінде халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Германия қоғамының қолдауымен әзірленіп жатыр. Құжатта өнеркәсіптің негізгі салалары энергетикалық теңгерім және Қазақстан Республикасы энергия ресурстарын тұтыну құрылымы туралы жалпы ақпарат, энергия тасымалдаушыларды пайдалану тиімділігін қоса алғанда негізгі энергия тұтынатын секторларға тән проблемалар, ең озық қолжетімді технологиялар қолдануға байланысты технологиялық процестерге арналған жалпы әдістер қамтылған. Анықтамалықтың мақсаты Қазақстанда қалыптасқан энергия ресурстарын тұтыну құрылымына жалпы шолу жасау. Бүгінде елдің кәсіпорындарында пайдаланылатын энергия тиімділігін арттыруға бағытталған технологиялық және басқарушылық шешімдерді талдау және нәтижесінде энергия тиімділігін оңтайландыру, басқару процесін жақсарту және өндірісті оңтайландыру бойынша ең үздік қолжетімді техникаларды таңдау болып табылады. Жанар Талғарқызы, сізге сұрағымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Предприятия различной форм собственности. Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар экологиялық заңнаманы жүйелі түрде бұзады. Кейде бұл қоршаған ортаның ластануына жол бермеу үшін шаралар қабылдағаннан гөрі үнемді. 2020 жылы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 800-ден астам тексеру жүргізіп, экологиялық заңнаманы бұзудың 2441 фактісін анықтады. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 296 миллион теңгені құрады, ал экологиялық залалды өтеу бойынша ұйғарымдар миллиард теңгеден астам сомаға берілді. Мемлекет өнеркәсіпке жоғары экологиялық стандарттарды ұсынады. Өнеркәсіп 21 ғасырда сөзсіз болатын және экономикалық өсудің негізі болып табылатын технологиялық прогреске ұмтылады. Сонымен қатар біз таза ауамен демалғымыз келеді және қолайлы ортада боламыз. Айбек Ғазизұлы, қайырлы күн. Сіз Наталья Дмитриевнамен бірге әзірленген анықтама ең көп талқыланған мәселелердің бірі болды. Анықтама туралы толығырақ айтып беріңізші, ол кімге қолданылады? Жаңа экологиялық кодекс болжағандай анықтамалықты әзірлеу кезінде осы саладағы ең үздік әлемдік тәжірибе ескерілді. Оның ішінде ең озық қолжетімді техникалар бойынша анықтамалықтың негізгі ретінде экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мүшелері болып табылатын мемлекеттерде, оның ішінде Еуропалық одақ, Ресей Федерациясында ресми қолданылатын ұқсас және салыстырмалы анықтамалықтар пайдаланылды. Энергия тиімділігі бойынша ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалығы кешенді экологиялық рұқсаттарды беру кезінде қолданылады. Экологиялық кодекстің 112 бабы 1 тармағының 2 тармақшасына сәйкес энергия тиімділігін және энергия үнемдеуді арттыру жөніндегі іс-шараларды қамтуға тиіс. Ең көп эмиссиялар қоршаған ортаға жылу энергетикасы объектілерінен шығарылатынын бәріміз жақсы білеміз. Жағдайдың маңыздылығын ескере отырып, анықтамалықта қандай ең озық қолжетімді технологиялар ұсынылғанын айтып беріңізші.
Қайырлы күн, рахмет. Кешенді экологиялық рұқсатқа көшу кезінде анықтамалық Қазақстан Республикасында жұмыс істеп тұрған және жаңадан салынып жатқан жылу электр станцияларын қамтитын болады. Анықтама Еуропалық одақтың осымен аттас анықтамалығын әзірлеу тәжірибесінің үлгісінде әзірленген және Қазақстан жағдайларына бейімделген. Осылайша анықтамалықта ластаушы заттар шығарындыларының деңгейлері тұтас станцияға қолданылатын Еуропалық одақтың анықтамалығымен салыстырғанда электр және жылу энергиясын өндіруге арналған 50 мегаватт және одан жоғары номиналды жылу қуаты бар жеке қондырғыға қолданылады. Айбек Ғазизұлы, сіздің ойыңызша қандай маркерлік заттар мен шығарындылар деңгейі ең озық қолжетімді технологиялар каталогында белгіленген? Энергетикалық отынның әр түрін жағатын Қазақстан Республикасы электр станциялары мен қазандықтарында атмосфераға ластаушы заттардың 30%-ға жуық түрі шығарылатын шығарындылардың көптеген стационарлық ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған көздері бар. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының негізгі үлесі түтін құбырлары арқылы шығатын газдары бар ұйымдастырылмаған көздерге тиесілі шығарындылардың жалпы санының шамамен 99%-ын құрайды. Энергетикалық отындарды жағу кезіндегі маркерлік заттар SO2 күкірт оксиді, NOx азот оксидтері, SO көміртегі тотығы қатты бөлшектер болып табылады. Ең озық технологияларды қолдануға байланысты маркерлік заттар эмиссияларының деңгейлері мыналарға белгіленген. Жаңа қондырғылар үшін еуропалық анықтамалықтың технологиялық нормативтері шегінде. Қолданыстағы қондырғылар үшін еуропалық парламент пен еуропалық одақ кеңесінің өнеркәсіптік шығарындылар туралы директивасының технологиялық нормативтер деңгейінде. Электр энергетикалық кәсіпорындар кешенді экологиялық рұқсаттарға ауысқан жағдайда ластағыш заттар шығарындыларын қысқарту болжам бойынша жылына 706 мың тоннаны немесе шығарындылардың ағымдағы деңгейлерімен салыстырғанда 78%-ды құрайды. Рахмет, сізге және әріптестеріңізге табыс пен сәттілік тілеймін.